Қазір бүкіл әлем коронавирус жайына алаңдаулы. Біреулер бұл жағдайдан дүрбеленге түссе, ал басқалары бұл хайп және ешқандай қауіп жоқ дейді. Түсінікті құрылымдалған ақпарат көп емес, сондықтан түсіну қиын және бұған себеп бар. Дәлелді медицинада таралған ақпарат көп, бірақ қазір ғылыми деректер жоқ, себебі барлығы өте жылдам және қандай да бір деректер күн сайын өзгеруде. Барлығы тез орын алып жатыр. Бұл бейнеде мен осы жағдайға шолу жасауға тырыстым. Бұл видеода мәліметті осы тақырыпта өз YouTube арнасында күн сайын шолулар мен ақпарат жариялайтын, соңғы ғылыми мақалалармен бөлісетін британдық доктордың YouTube арнасынан алдым. Егер сізде күніне бос 6 сағат уақыт болса, осы мәліметтермен танысу үшін және тағы да 1 сағат болса қайта танысу үшін, онда оның арнасына сілтеме сипаттамада болады. Ал мен өзім үшін кейбір қорытындылар жасадым. Айтуым керек, мен дәрігер емеспін, бірақ бұл материалдарды зерделеп сізге жеткізуге тырысамын. Сонымен коронавирус несімен қауіпті және осыншама дүрлігуге не себеп? Өйткені әлемде көптеген инфекциялар өтіп жатады және оларға әрдайым осылай назар аударылмайды. Біріншіден, ол өте жоғары өлім-жітіммен сипатталады. Мысалы, маусымдық тұмаудан болған өлім-жітімнен көрсеткіші 70 есе жоғары. Ол өкпені жарақаттайды және өкпенің жалпы вирустық қабынуын тудырады. Сондықтан өлім көрсеткіші өте жоғары. Екіншіден, ол өте жұқпалы. Ол тұмаудан қарағанда бірнеше есеге жоғары. Жасырын түрлері де бар, ол жайлы видео барысында айтамыз. Жалпы өте жұқпалы және өте қауіпті вирус. Осыған байланысты бүкіл қалалар карантинге жабылады. Мемлекет Қытай, Италия, Иран сияқты коронавирус шығып тұрған елдерден келетін әуе рейстеріне тыйым салады. Жылдам таралу және жоғары өлім. Міне коронавирус қауіпі осы. Енді толығырақ тоқталамыз. Жұқпалылығы және тез таралуынан бастайық. Үлгілеу бойынша моделирование жер шары халқының 30% оның өмірінің алғашқы жылында коронавируспен ауырғанын көрсетеді. Тарату жылдамдығын анықтау үшін Қытайды мысалға алуға болады. Онда бірінші оқиға желтоқсан айының соңында 20 шамасында болды. Ухань қаласында билік баяу әрекет еткен, сол кезде тіпті алғашында өкпенің жаңа қабынуы жайлы айтқан дәрігерлерді жала жабу мен үрей тудырды деп айыптаған. 3 аптадан кейін шаралар белсенді түрде басталды, бірақ коронавируспен сол сәтте бүкіл Қытай бойынша ауырған адамдар саны 3 мыңнан асып кеткен еді. Осы сәтте тағы бір уақыт өтті және жұқтырған адамдар саны көбеюде. Өте жоғары жұғу себебінен тез таралып жатыр. Алғашында бір адам орта есеппен 2 және 2 адамды жұқтыруы мүмкін деп есептелсе, ал қазір бұл 3-ке жуық деп саналады. Кейбір деректер бойынша тіпті бұл коэффициент 5 немесе 6-ға дейін жетеді. Маусымдық тұмауды салыстырсақ, бұл параметр 1 және 3-ке тең. Яғни бір адам орта есеппен 1 және 3 басқа адамға жұқтыруы мүмкін. Ал коронавируста бұл 6-ға жетуі мүмкін. Бұл репродуктивті функция коэффициенті деп аталады. Ол таралу жылдамдығына қатты әсер етеді, өйткені әрбір жұқтыру тағы 6 адамды жұқтыруы мүмкін. Ал 5 немесе тіпті 3. Бұл әлі де көп. Карантинсіз және оған қарсы күрес жөніндегі шұғыл шарасыздарсыз коронавирус аурумен ауырғандардың саны әрбір 2,5 күн сайын 2 еселенеді. Яғни ол өте тез таралады. Әр 2,5 күн сайын 2 еселенеді. Яғни бүгінгі күні болған 20 адам 2,5 күннен кейін 40, содан кейін 80, ал содан кейін 60. Осылайша көрсеткіш тез өсіп кете береді. Бірақ ол ауа тамшылары арқылы таралады. Яғни егер сіз жөтеліп біреу дем алып, ол вирус ағзаға түссе, сондай-ақ бетіне түскен болса, яғни егер мысалы біреу жөтеліп, оны қолмен жауып, содан кейін тұтқанын ұстап, оған қол қойып, соң қолын алып, көзін немесе аузын, мұрнын ұстап шұқыласа, ол деген барлық вирус адамның ағзасына түсті деген сөз. Қытайда қазір осы вирустың таралу жағдайы бойынша өте ауқымды шаралар қабылдануда. Адамдар өз пәтерлерінде карантинде отыр. Азық-түлік үйге арнайы курьерлер арқылы жеткізілуде. Қарапайым өмір айтарлықтай дәрежеде тоқтатылды. Осыған байланысты таралуы да баяулады. Қабылдаған шаралардың нәтижесін картадан көруге болады. Аурудың шығуына дейін және кейін ауаның ластануын. Осыдан көруге болады өмір нақты тоқтап қалғанын, яғни Қытайда барлығы әзірге үйінде күтуде бұл инфекцияның таралуының тоқтауын. Корея мен Жапонияда мектептер жабылды, жаппай іс-шаралар өткізілуге тыйым салған. Вирустың маңызды мәселесі оның жасырындылығы, яғни белгілі
белгілері жұқтырғаннан кейін 4 күннен кейін, кейде 2 аптадан кейін пайда болады. Ал жұқпалы адам бірден дерлік болады. Яғни сіз ешқандай ауру белгілері жоқ адамнан вирусты жұқтыра аласыз. Ол мүлдем сау көрінеді. Сондықтан коронавирусты бақылауда ұстау өте қиын. Коронавирусқа қалыпты карантин жүргізу үшін ауруды тарататын адамдарды оқшаулау қажет. Бірақ бұл жағдайда тек науқастарды ғана емес, соңғы 2 апта ішінде олармен байланыста болған барлық адамдарды оқшаулау қажет. Ал бұл іс жүзінде мүмкін емес. Негізі әр адам вирусты тасымалдаушы және таратушы бола алады. Және бұл адамдарды жаппай карантинге алып вирус өткенге дейін ешкім күте алмайды. Осылайша аурудың таралуын тоқтату өте қиын. Енді тәуекелдер, яғни риск туралы тоқталайық. Барлық ауырған адамдардың 81%-ы ешқандай салдарсыз жазылып кетеді, ал 10-14%-ға дейін қатты ауырады. Оларды өкпенің ауыр қабынуы бар ауруханаға жатқызу қажет. Шамамен 3,5% ауырғандар коронавирустан орта есеппен қайтыс болады. Бірақ бұл сан өседі, себебі өлім пайызы қазіргі уақытта барлық науқастардан есептеледі. Соңғы уақытта ауырғандар саны өте көп өсіп жатыр. Адам ауруханаға түскеннен кейін орта есеппен 11 күн өткен соң қайтыс болады. Тұмаудан өлу ықтималдылығы 500%, яғни коронавирустан 7 есе аз кәдімгі тұмауымыздан қайтыс болатын адамдар. Салыстырмалы түрде қарағанда. Тағы бір қауіп қатер қазір солтүстік жартышарда тұмаудың маусымдық эпидемиясы мен ауруханалар айтарлықтай дәрежеде толықтырылған. Егер қазір індет басталса, коронавируспен ауырған барлық ауруларды орналастыра алмайды. Жалпы бұл коронавирусқа қатысты басты қайшылықтарының бірі. Таралу жылдамдығына байланысты медициналық мекемелерде талап етілетін орындар саны мен тез арада және кідіріссіз талап етілетін медициналық персонал немесе жабдықтау жетіспеуі мүмкін. Ал өмір сүру ықтималдылығы сапалы медициналық көмектің қолжетімділігіне тікелей байланысты. Егер ол болмаса, өлім айтарлықтай жоғары болады. Тағы да маңызды бір факт, балалар коронавируспен айтарлықтай ауырмайды. Бала өлімінің тіркелген жағдайлары жоқ, бірақ олар ауруды тасымалдаушылар мен таратушылар. Олар оны ата-аналары мен басқа туыстарына да жұқтырады. Енді бүгінгі, яғни 17 наурыздағы жағдай бойынша қазір әлемде не болып жатқанын көрейік. Мен бұл бейнені жазғанда коронавирус 152 елде бар болды. Оның ішінде емделгені 80.906, ал 7.483-тен астам өлім жағдайы тіркелген. Қытайда 80.000-нан көп, себебі вирустың бұл елде басталу және таралуына біраз уақыт болды. Вирус тараған барлық елдерде ауырғандар санының өте жылдам өсуі орын алады. Бұл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының кестелерінде жақсы көрінеді. Вакцина немесе емдеу қазір қолжетімді емес. Вакцина жасау өте ұзақ процесс және ол 2021 жылдан ерте пайда болмайды деп күтілуде. Қазіргі уақытта емдеуде жоқ, тек ағзаның вирусты өзі жеңгенінше күту керек. Ал соға дейін адамды өліп кетпеуден сақтап қалу керек. Ол үшін білікті медициналық көмек қажет. Қазірде өзіңізді аурудан қорғану үшін жасауға болатын алдын ала шаралары бар. Ең алдымен біз ескеруіміз қажет, бұл коронавирус Қазақстанда қазірдің өзінде бар, және біз коронавирусты тіпті өзімізде де кез келген уақытта жұқтыра аламыз. Ресми деректер бойынша қазір бізде бүгінгі 33 коронавирус жұқтырған жағдай тіркелген. Неге Қазақстанда коронавирус таралды? Бұл мәліметтер әрине үлкен алаңдаушылық тудырады. Неге дегенде бізде ұзақ уақыт бойы Қытаймен шекара ашық болды және ол өте кеш жабылды. Еуропадан ұшатын әуе рейстері Мәскеу арқылы қатаң тәртіпте тексерулерсіз қатынап жатты. Ал Мәскеу арқылы Қазақстанға келеді. Италиядан келетін рейстерден басқасы, яғни Италияның рейстерінде әуе өте қатал тексерулер болды. Яғни коронавирус бізде бар, анықталды және оның қазірше қай мөлшерде екені нақты белгісіз. Әзірге белгілері аса көрініп жатқан жоқ, сондықтан жағдайларды тіркеу жоқ. Сол себепті олар кеңінен хабарланбайды. 1-2 аптадан соң коронавирус індетінің басталуын күтуге болады деп ойлаймын. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ВОЗ
негізгі ұсыныстарының біріншісі қолды мұқият жуу. Вирус бетке немесе сыртқы жағы поверхность дейді арқылы беріледі. Егер сіз қолыңызды мұқият 12 секундтан кем емес сабындап жусаңыз, онда сіз ауру адам жөтелген жерді ұстаған болсаңыз да жұқтырмауыңыз мүмкін. 1 метрден артық қашықтықта басқа адамдарға жақындамау керек. Бұл қаншалықты мүмкін екен мен өзім елестете де алмаймын. Мысалы, сондай-ақ мұрын, көз және ауызды қолмен ұстамау керек. Егер сіз осылай істесеңіз және ауру белгілері байқалғанда тез арада дәрігерге барсаңыз, аурудан айығып кетуге мүмкіндігіңіз жоғары. Енді маскаларға қатысты маңызды мәселе. Мен қазір оны сатып алып, видеоға түспекші болдым. Бірақ бізде маска сатып алу мүмкін емес екен. Себебі бағасы 19 теңге болатын, ал қазір 100 теңге. Онда да табу қиын. Олардың барлығы сатып алынып қойған, себебі барлық адамдар вирустан қорғанғысы келеді. Бірақ іс жүзінде маскаларды пайдалану тиімділігінің дәлелі жоқ. Тіпті маскаларды пайдалану коронавируспен ауыру ықтималдылығын жоғарылатуы мүмкін деген деректер бар. Егер сіз маска кисеңіз және оны жиі ауыстырмасаңыз, оған жеткілікті жақсы күтім болмаса, немесе мысалы суланған, онда өзіңізге зиян болуы мүмкін. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы маскаларды қалай пайдалану керектігін бетперделерді білетін медициналық қызметкерлерге немесе ауруды таратпауға ауырып қалған адамдарға ғана киюді ұсынады. Жалпы қарапайым адамдарға маска кию негізі ұсынылмайды. Бұл тіпті ауру қаупін арттыруы мүмкін деп саналады. Жалпы қазір біз вирусты пневмония жаһандық індеттің ерте сатысында тұрмыз. Ол өте тез таралады және өлім көрсеткіші өте жоғары. Бұл теңдессіз тарих. Бұрын адамзат тарихында мұндай өлім-жітімге басқа медициналық және басқа да қарым-қатынас кезінде ғана болған. Мысалы, Испанияның індеті. Ол кездерде туған 10 баланың 7-сі өлімге ұшыраса да қалыпты жағдай саналған. Қазір Эбола немесе SARS сияқты болған соңғы індеттер коронавирус індеті сияқты қауіпті емес және жақында болды. Бұл жағдай Қазақстанға да тиісті. Біздің қалаларға өкпенің ауыр қабынуы бар емделушілердің көп санын қабылдауға дайындалу қажет. Күрделі күтім қажет және бұл өте жұқпалы. Дайындалуды бастау қажет қазірдің өзінде, бірақ қазіргі жағдай бұл біздің денсаулық сақтау жүйесі дайындалуы ғана. Біз індет толқынымен және ауруларға орын жетіспеуімен мәселелер туындауы мүмкін бізде. Бұл коронавирустан өлім-жітімнің едәуір өсуіне әкеледі. Өйткені медициналық күтім сапасы оның сауығуы үшін өте маңызды. Бізге сіздермен бірге қазір жағдайды қадағалаумен Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы ұсынғандай қолды жиі жуу ғана қалады. Бетіңізге қол жүгіртпей және көпшілік орындарға барудан бас тартқаныңыз жөн. Ал үкіметтен осы жағдайдан жақсы шығып кету үшін соңғы ақпараттардан мұқият хабардар етумен денсаулық сақтау жүйесін эпидемияға қарсы дайындауды талап ету керек. Себебі әрине бұл жағдай бізді айналып өтпейді.